Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен жаңа рецептпен бөліскім келеді. Кейбір өңірлерде саңырауқұлақ деп атаса, басқа өңірлерде қозқұйрық деп атайды. Бүгін шампиньон қуыратын боламыз. Ең алдымен бізге шампиньон, картоп және пияз ғана қажет болады. Небәрі 3 ғана заттан жасалатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Шампиньонымызды үлкен бөлікке бөліп шығамыз. Шампиньонымызды қуыратын болғандықтан көлемі қуырылған кезде өте қатты кішірек кетеді. Сондықтан да ірі қылып турасаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Картопымызды да майдалап тураймыз. Және де пиязымызды майда бөлікке кесетін боламыз. Менде 1 килограмм шампиньон, 2 килограмм картоп және 2 дана пияз. Қажетті заттарымызды дайындап болған соң, қазанымызды қатты қыздырамыз. Оның үстіне кішкене май құйып, шампиньондарымызды қуырамыз. Шампиньонымызға ешқандай су құймаймыз. Өзінің суы бөлініп шығады, су кеткенше қуыратын боламыз. 5 немесе 7 минуттай қуырылады. Бөлек бір ыдысымызға картоп пен пиязды қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға картопымызды саламыз. Қызарғанша қуыратын боламыз. Оның үстіне пиязымызды салып араластырамыз. 5 минут қуырылғаннан соң дайын болған шампиньонымызды салып, үстіне 1 пиалай су немесе кішкене ғана су құйып, баяу отта, өте баяу отта бұқтыратын боламыз. Қақпағын жауып қоямыз. 7 немесе 10 минут қана пісіреміз. Тамағымыз дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді және әрі қол жетімді заттардан дайындалады. Келесі кездескенше.